Құрметті білім алушылар, бүгінгі массив күйін басқару пәнінің кезекті дәрісі. Дәрістің тақырыбы кені алынған кеңістікті жасанды әдістермен ұстап тұру тұрақты шешімдер. Тау-кен өнеркәсібіндегі қауіпсіздік пен тұрақтылық қамтамасыз етудің жаңа көкжиектері. Кіріспе. Кені алынған кеңістіктің проблемасы. Кені алынған кеңістікті ұстап тұру тау-кен өнеркәсібіндегі ең маңызды және күрделі мәселелердің бірі. Жер астындағы жұмыстар кезінде туындайтын қауіп-қатерлер, соның ішінде жер қыртысының қозғалуы, тау жұмыстарының құлауы және тағы басқа факторлар жұмысшылардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіреді. Негізгі ұғымдар: кен орын ұстап тұрудың маңызы. Бірінші, қауіпсіздік, жұмысшылардың өмірі мен денсаулығын қорғау. Екінші, өндіріс тиімділігі, үзіліссіз және нәтижелі өндіріс процесін қамтамасыз ету. Үшінші, құрылымдық тұтастық, кеніштің ұзақ мерзімді тұрақтылығын сақтау. Дәстүрлі әдістер, ағымдағы тәжірибелерге шолу. Дәстүрлі кен ұстап тұру әдістері көбінесе қарапайым материалдар мен механикалық құрылымдарға негізделген. Олардың тиімділігі шектеулі болуы мүмкін. Ағаш терулер қарапайым, бірақ қысқа мерзімді және өрт қаупі бар. Металл бағаналар берік, бірақ қымбат және орнатуы қиын. Бетон қабырғалар өте берік, бірақ орнату көп уақытты қажет етеді. Жаңашыл технологиялар, заманауи жасанды тіреу әдістері. Қазіргі заман технологиялар кен орнын ұстап тұруда жаңа мүмкіндіктер ашады, қауіпсіздікті арттырады және шығындарды азайтады. Анкерлік бекітпелер тау жұмыстарына терең енгізіліп, жыныстарды бір-бірімен байланыстырады. Шашыранды бетон, торкрет, жыныс бетіне жоғары қысыммен шашылатын бетон қабаты. Полимерлік композиттер, жоғары беріктікке ие жеңіл материалдар. Геомеханикалық талдау, қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Геомеханикалық талдау тау жұмыстарының қасиеттерін және олардың кену жағдайын зерттеу арқылы кеніштің тұрақтылығын бағалау. Бұл тіреу жүйелерін жобалау үшін өте маңызды. Жыныстардың физикалық, механикалық қасиеттерін анықтау, кернеу, деформацияларды модельдеу, ықтимал құлау аймақтарын болжау. Қолдану мысалдары: әлемдік тәжірибе және кейс-стадилер. Әлемнің жетекші тау-кен компаниялары жасанды тіреудің озық әдістерін қолдануда. Мысалы, оңтүстік Африка кеніштері, терең шахталарда анкерлік бекітпелер мен торкреттің кешені қолданылуы. Чили мыс кеніштері, сейсмикалық белсенді аймақтардағы сейсмикалық төзімді тіреу жүйелері. Австралия көмір шахталары, автоматтандырылған тіреу кешендері арқылы қауіпсіздікті арттыру. Экономикалық тиімділік, шығындар мен пайданы бағалау. Жаңашыл тіреу әдістері бастапқыда қымбат көрінгенмен, ұзақ мерзімде перспективті айтарлықтай үнемдеуге әкеледі. Авариялар мен өндіріс тоқтап қалу шығындарын азайту, жабдықтарды тозуын төмендету, жұмыс күшінің өнімділігін арттыру. Мына графикте көріп отырғандарыңыздар, бастапқы шығын дәстүрлі, ұзақ мерзімді, жаңашыл, ұзақ мерзімді және тиімді болып көрінеді. Экологиялық әсер, тұрақтылық және қоршаған ортаны қорғау. Материалдарды тиімді пайдалану, қалдықтарды азайту және қайта өңделген материалдарды қолдану. Жерді қалпына келтіру, кен алынған аумақтарды бастапқы қалпына келтіру шаралары. Су ресурстарын қорғау, жер асты суларының ластануын болдырмау. Қорытынды: болашаққа арналған ұсыныстар мен даму бағыттары. Кен алған кеңістіктерді жасанды әдістермен ұстап тұру бұл тек қауіпсіздік мәселесі емес, сонымен қатар тау-кен өнеркәсібінің тұрақты дамуына ықпал ететін стратегиялық бағыт. Бірінші, зерттеулерді кеңейту, жаңа материалдар мен әдістерді әзірлеу. Екінші, автоматтандыру, роботтық жүйелерді және жасанды интеллектті қолдану. Үшінші, білім алмасу, халықаралық тәжірибені енгізу және мамандарды оқыту.